Баршаңызға сәлем, бұл Мадибек, бұл UGC креаторлық жобасының екінші сабағы. Бірінші сұрақ: неге кейбір адамдардың видеосы миллиондаған просмотр жинайды да, ал басқалардікі тіпті 0 жинайды? Бұл тәжірибе ме? Жоқ. Подписчик пе? Тіпті жоқ. Бұл формула. Және біз бүгін осы формулаларды бүгін қарастыратын боламыз. Бүгін 5 тақырыпты қарастыратын боламыз. Оның алғашқысы алгоритм қандай видеоларды жылжытады. Көпшілік ойлайды, лайк көп болса жылжытады. Бұл қате. Алгоритм 4 нәрсені өлшейді. Біріншісі ол watch time. Watch time ол адам видеоны қанша уақыт көрді. Мысалы, егер 70%-дан және одан да жоғары болса, алгоритм ойлайды, бұл видео пайдалы және оны жылжыта бастайды. Бұл ең маңызды метрика. Екіншісі ол комментария немесе пікірлер. Адам пікір жазды дегеніміз ол эмоция сезді. Алгоритм оны жақсы деп санайды да, тіпті теріс пікірлер жазса да, теріс комментария жазса да, оны уже ретке шығара бастайды. Үшіншісі бөлісу, достарымен бөлісу, жаңағыдай достарымен жіберсең, бұны да тіпті алгоритм жақсы деп санап ретке шығарады. Төртіншісі бұл әрине сақтап алу. Постты, видеоны сақтап алсан, бұл да алгоритмнен сіздің видеоңызды ретке шығаруына қатты көмектеседі. Екінші тақырып және ең маңыздысы ол хук. Хук дегеніміз білетіндер бар, білмейтіндер бар. Ол дегеніміз мына сіз видео көріп отырған кезде сіздің назарыңызды ұстап қалатын бастапқы әрекеттер. TikTok-тың зерттеулері бойынша 1,7 секундтың ішінде адамдар скролл жасайды екен, бүйтіп өткізіп жүреді екен. Бұл дегеніміз сіз видео түсірген кезде бастапқы 3 секундтың ішінде адамның назарын ұстап қалмасаңыз, сіздің видеоңыз ретке шығуы бірталай. Хуктың әртүрлі түрлері бар, біз оны болашақта да айта кетеміз. Қазір мен сіздерге 4 қарапайым ережесін түсіндіретін боламын. Оның біріншісі ол провокация хук. Яғни видео былай басталуы мүмкін: сен бұл туралы білмейсің. Сен бұл туралы білмейсің. И сосын видеоны көріп отқан адам автоматты тоқтайды да, нені дейді. Одан видеоны жалғастырып көре береді. Екіншісі ол шок хук. Мен бір айда 500 мың теңге таптым. Осындай кішкентай нәрселер істеп отыру арқылы 500 мың теңге таптым деуі мүмкін. Сосын адам осы видеоны дальше көре береді. Үшіншісі ол сұрақ хук. Менде бір айда болмаса неге 16 жастағы бала сенен көп ақша табады деген сұрақ қояды видеоның басында. Сосын видеоны көріп отқан адам жалғастырып видеоны көре береді. Төртіншісі ол мысалы факт хук. Факт хук дегеніміз мысалы видеоның басында дәл солай 96% адам жарнаманы елемейді, бірақ деп айтады да әрі қарай әңгімесін жалғастыра береді. Яғни факт арқылы адамды бастапқы 3 секунд ішінде қызықтырады да әрі қарай көруіне итермелейді. Бірақ та маңызды ескерту, бастапқы айтқан хукымызда бұл уәде бар. Яғни сіз хукта не нәрсе айттыңыз, сол нәрсені адамдарға беруіңіз керек. Ақпарат айтып қызықтырып алдыңыз ғой, дальше сіз сол ақпаратты адамдарға беруіңіз керек. Егер осы басында айтқан уәдеңіз орындалмаса, watch time түсіп кетеді. Watch time'ді біз жаңа басында айттық қой, адамның көру ұзақтығы. Мысалы, сіз уәде беріп аласыз. Мысалы, мен сіздерге қалай ақша табуды үйретемін деп бастадыңыз видеоны, бірақ сіз келесі уже 10-шы, 15-ші, 20-ші секундта басқа нәрселер туралы айтсаңыз, адамдар уже ойнау не айтып кетті дейді, өтіп кетеді. Түсінікті ғой, форматтар. Жалпы форматтар көп деген типтері бар. Мен сіздерге көп қолданатын 4 типін айтайын. Ол біріншісі әрине фейскам. Яғни сіз өзіңізді бейнеге түсіресіз, видеоға түсіріп, оны жүктейсіз. Бірақ бұл нәрсеге адамдар көбісі білмеймін, ұялады. Екіншісі ол текст плюс дыбыс. Адамдар экранға текст жазып, әдемі дыбыс қойып жүріп, осында да пост арқылы шығарады. Үшіншісі ол слайд-шоу. Арнайы суреттер дайындайды. Бұнда жұмысы да көп. Бұның слайд жасап отырасын карусель арқылы. Бұл да бір форматтың бір түрі. Төртіншісі ол тренд музыкалар арқылы вирусты, тренд болып жатқан TikTok-тағы, солармен видео жасау. Бұл да бір форматтың бір түрі. Ең соңғысы бұл формулалар. Кез келген платформаларда, яғни TikTok, Threads, Instagramдарда жұмыс істей беретін формулалар бар. Стандартты формулалардың мысалы біреуі ол сіз хук жасайсыз, кейін пайдалы ақпарат бересіз, потом ең соңында CTA, яғни әрекетке шақырасыз. Біріншісі бұл жаңағыдай хук, басында айттық, 3 секунд назарын ұстағаннан кейін 3 секунд пен 50 секундтың арасында сіз уже ақпарат беруіңіз керек. Сосын сол ақпарат бергеннен кейін ең соңында әрекетке шақыруыңыз керек. Яғни мына өнімімді сатып ал, болмаса достарына жібер, болмаса тағы да басқалары.
Ал енді осы үйренген білімімізді практика жүзінде жасап көрейік. Мен сіздерге 3 тапсырма беретін боламын. Осы формуланы қолданып, сіздер пост, видео, әртүрлі платформаларда жасасаңыз болады. Мен сіздерге әрқайсысын жеке тексеріп, сіздерге баға беріп отырып, сіздердің қателіктеріңізді түзейтін боламыз. Бастапқыда айтқандай, формула ол хук, сосын пайда, ең соңында CTA, әрекетке шақыру. Сіздерге одан бөлек сіздерге дайын шаблондағы видеоларды жіберетін боламын. Сол видеолар арқылы сіздер тіпті дәл сол видеоларды қайталап түсірсеңіздер де болады.